Макс әдемі алдады. Соққы уақыт мүмкіндік жіберіп алған десек те, Макс! Гол Максим Самородов! Ой-ой-ой-ой! Қайтадан Макс әулет бастырған добу! Ой-ой! Бекхан Шайзада әдемі сәл жасады. Сәлем достар, сіздермен Алим Лайф және жүргізуші Әлімжан Тасболатұлы. Армения Ереван қаласы және дәл менің артында Вазген Саркисян атындағы республикалық стадион тұр. Керемет стадионда бүгін Армения ұлттық құрамасы Қазақстан ұлттық құрамасымен жолдастық кездесу өткізетін болады. Міне қарасаңыздар, қазір жаңбырдың да жауып кеткенін көріп отырмыз. Ал бүгін Ереван қаласында негізінде күн шақшиып керемет бір болып тұрған еді, бірақ десек те бір футболға жағымды бір ауа райы жасап тұр қазір. Және дәл осы қызықты ойыннан сіздерге влог ұсынатын боламыз. Солай болса, бізбен бірге болыңыздар. Кеттік. Қазақстан ұлттық құрамасы бүгін жаңа желемен алаңға шыққанда көріп отырмыз. Адидастың төрешілер, кипрлық төрешілер, ал бұл Эдуард Сперксян, Арменияның ең жарқын ойыншысы. 25 миллион евро тұрады шамамен трансфер маркет бойынша. Бағасы Чанчаревич. Және бұл қатарда Наир Тикнезянды да айтуға болады. Цервена Звездада өнер көрсететін ойыншы. Ал бұл біздің жігіттер енді. Ешқайсысын таныстырудың қажеті жоқ. Десек те, Жаслан Әмірге ерекше тоқталғымыз келіп отыр. Бүгін бұл ойыншыда дебют. Ал міне достар, ойынымыз басталды. Қазақстан ұлттық құрамасына сәттілік тілейміз. Бұл Чанчаревич. Кенектің кезінде қақпасын жеткен қақпашы Дастан Сәтбаев. Дастанды да біз ұлттық құрама сапында біраз болған еді көрмегеніміз. Жаслан, Әмір Ғалымжан, Кенжебек Самородов, Оразов. Дәл осы ойыншылар бүгін енді қарсыластың қақпасын көздеуге тырысатын болса, ал керісінше біз жаққа қарай жасалып жатқан шабуылдарды міне Исомби Қуат, Арсен Әшірбек, Нұралы Әліп, Ян Вараговский және Әлібек Қасымсын ойыншылар қайтаратын болады. Екінші бұштама добы. Тағы да ойнатуды жөңгірді әулет басырған пас. Бұл жерде енді Нұралы Әліп. Соңға қарай пас асырған болатын. Біздің солға қапталдағы қорғаныс қазір өте біз сенімсіз ойнап жатыр. Қайта-қайта өтіп кетіп жатқанда көріп отырмыз. Алғашқы 15 минут артта қалды. Сөздің ішіне ұлттық құрама түк көрсеткен жоқ. Армения кәдімгідей қысып тастады біздің жігіттерді. 5-1-де бұрыштама болды. Қалып соққында болғанын көрген едіге. Ойынның басы енді шынымен алаң иелерінде қалды. Бірақ есеп 0-0. Қазір біздің жігіттерге бір доп тартып алып, жақсы бір-екі шабуыл жасап көру керек. Жылдамдықпен қашып кетуге болады, себебі алда өте жылдам ойыншылар өнер көрсетіп жатыр. Команданың ойын ойынша жүрмей жатқаны алаңдаулы, жыны да шығып тұрғанын көріп отырмыз. Самородовтың әдемі пасы, Ораза және соңғы болып Рамазан аяғына топ тиіп кеткен еді. Армения ультрасы қараңыздар. Дәл осындай дүниені біз Андижан ультрасынан алғашқы рет көрген едік. Бара-бара қатты соғып жатқанын көріп отырмыз. Ай-ай-ай. Ойлаған дүние бір 100-ге аспай қалған сияқты. 100-ге жоқ десекте Макстан өлеткен добы. Жаслан Әмір секіріп ұмтылғанымен біздің ойыншылардың ешқайсысы да бір түсінбей қалған сияқты.
Наир Чикнизян. Қазақстан ұлттық құрамасының кешегі сөзін ішінде. Екінші тайм басталды. 2-1 өзгеріспен қақпашы Александр Заруцкийдің орнына қақпаға Бекхан Шайзада шықты және Ғалымжан Кенжебектің орнына 9 нөмірлі Ислам Чесноков шыққан болатын. Екі өзгеріс, қарап көрейік қандай нәтижесін беретін. Әлібек Қасым ұштамаға қарай шығып бастады, өте қалып шабуыл болған еді. Жаслан Әмір, әдемі пас Максим Самородовқа. Оның алдында Камал Генесян. Макс қарсыласының айбалына қарай кірді. Макс әдемі алдады. Соқ уақыт мүмкіндік жіберіп алған десек те. Макс! Гол Максим Самородов! Ой-ой-ой-ой, көрдіңіздер, қалай тойлатқаны. Қазақстан ұлттық құрамасын есепте дәл осылай алдыға шығарып отыр. Есеп 0-1 Максим Самородов гол авторы. Дастан Сәтбаев, ай-ай-ай. Есепті 1-1 қылды. Керемет алыстан бағытталған соққы. Бекхан Шайзаданың мүлдем мүмкіндігі болған. Сары қағаз көрсетілді Арменияның орталық қорғаушысына. Максим Самородовқа қарсы ойындардан бұзған үшін. Ой, Чикнизянның соққысын. Әлі балшықтың Нұралы. Қайтадан Макс әулет бастырған. Добу! Керемет шабуыл болған еді. Дінмұхамед Қараманның. Макс доппен. Орда қарай бас Қараман. Онға қарай Арсен Әшірбек. Арсен доппен, бірақ дәл айтқанымыздай Самородовтың орнына Абраев, ал Исламбек Қуаттың орнына Еркін Тапалов. Еркін Тапалов алаңның ортасында өнер көрсетеді. Қорғаныстың оң жағында емес. Ал Мақсат Абраев дебют алды. Қазақстан ұлттық құрамасы. Дебют алуға мүмкіндігі бар 6-1 ойыншы болған. Соның 3-і дебют алды. Жаслан Әмір, Мақсат Абраев, Әлинұр Нұрымбет, енді Санжар Сатанов, Мағжан Тоқтыбай және Сағи Советтер қалды. Мүмкін сол Венгрияға қарсы дебют алып қалған шығар бұл жігіттер. Көрейік. Шайзада әдемі сәй жасады. Соңғы шабуылдардың бірі. Жанкүйерлер гол талап етіп жатыр. Өлет бастырылған бас. Нұралы Әліп. Және осымен ойын аяқталды. Достар, осымен ойын аяқталды. Есеп 1-1 Армения Қазақстан. Максим Самородовтың голына Эдуард Спиртян жауап берді. Бір қызығы 10-ші нөмірлеріне ойыншылар гол соққан еді. 3 күннен кейін Венгриямен ойнаймыз. Қонақта Дебреценде. Ол ойыннан да влог болады. Ол ойынға біраз дүниені енді өзгерту керек сияқты. Бүгінгі ойыннан өздеріңіз көріп тұрсыздар. Қатты бір жақсы ойын көрсетті деп айта алмаймыз. Қазақстан ұлттық құрамасы десек те қонақта 1-1 есебімен теңесіп отырмыз. Әлім Лайф, Әлімжан Тасболатұлы. Сау, саламатта болыңыздар.